бақыңыз ручка бар ғой, ручка маркермен жасай беріңіздер. Бастаймыз. Бізде 2 минут уақытымыз бітті. Енді қараңыздар. Бұл жерде тапсырмада біз оқушыларға да дәл осындай тапсырма береміз ғой. Сол кезде балалар оқиды. Бұл жерде ештеңе жазбауымыз керек. Себебі тапсырмаларды мұқият оқып шығыңыз деп тұр. Одан кейінгі тапсырма, мысалы, толғатып жүріңіз осы жерге, торкөй, жүрек деген сияқты сіздерді шатастыру үшін қойылған. Ешқандай суретін сал, жаз делінбеген. Яғни бізде балалар тапсырманы бергеннен кейін олар бас салып, не дескрипторды оқымайды, не тапсырманы түсінбейді, әйтеуір жаза береді, тапсырмасын или біреуден көшіріп, қалай орындау керегін дұрыс білмейді. Содан кейін қателіктер төмен балл жинап жатады. Тіпті біз 9-шы сынып, 4-ші сынып, 11-ші сыныпта тестте, оқу сауаттылықтарында үлкен мәтін беріліп, кейбір балалар сол мәтін бәрін оқып отырады. Бірақ біз оны мынандайлар қолдансақ болады. Тапсырмада не берілді, соны ғана мәтіннен іздесек. Яғни бұл жерде де сіздердің оқушы рөлінде болғандықтан сіздерге осындай тапсырма берілді. Яғни біз тапсырманы түсінуіміз керек. Бұл жақта бас салып орындаудың қажеті жоқ. Ал 2 минут деген ол сіздерде кішкене үйреніп қалғанбыз ғой, тапсырма берсе бірінші болып жазып бітуім керек деген сияқты. Сондай оймен біз мынаны жазып тастадық. Негізі бұл жерде ешқандай жазылатын тапсырма жоқ. Тек қана оқу керек болған.